мынау автоматты бақылау жүйесі осы жылдың соңына дейін кәсіпорындарға орнатылу қажет екендігі айтылған. Бұл енді қазіргі уақытта қаншасы орын алды, орнатылмаған кәсіпорындардың саны қанша бүгінгі күнге? Содан кейін орнатылмаған кәсіпорындарға қандай шара қолданасыз? Жалпы мониторингтің автоматтырылған жүйесін орнату 91 ірі ластаушылар белгіленген. Бүгінгі күнге соның 69-ы орнатты. Оның ішінде 40-тан астамы бүгін нақты онлайн режимде мағлұматты беріп отыр. Қалғандары жылдың аяғына дейін қосады. Одан тыс мынау аппараттарды ұйымдастыру, орналастыру жұмысын аяқтау тағы 7 жоспарлап отыр. 17-сі келесі жылға қалды. Бұл көбіне коммуналдық меншіктегі бағанағы тетістер. Олар енді өзінің тиесілі жазасын алады, бірақ дегенмен де бұл жұмыс ары қарай жалғастырылады. Енді бұл жерде Жамбыл гипста бар, мысалға осындай кәсіпорындар бар ғой. Әрине. Ол кісілер биылға үлгермепті. Келесі жылы ол кісілерге қандай шара қолданылады? Айыппұл салына ма, не істейсіздер? Әрбір сол 17 бағанағы тетістен әзір жергілікті атқарушы органдардың қарауында болған себептен солардан біз жол картасын алып жатырмыз. Келесі жылы міндетті түрде орнататын сол сап-сабымен қандай шараларды тындыратын көрсетіп, жол картасын бізге осы жылдың аяғына дейін беру міндетті. Енді ол кәсіпорындар не үшін орнатылмағанын себебін айтпай отыр ма? Себебі белгілі, мынау жергілікті атқарушы органдардың өкілдерінің айтуы бойынша қаражаттың тапшысына байланысты. Бірақ оған қарамастан әрине заңды түрде оларға шара қолдану қарастырылған. Бірақ та сол мына жол карталары жылдың аяғына дейін бізге тапсырылады, келесі жылы міндетті түрде орнатылады. Мысалға айта кетейікші, мынау Жамбыл гипс. Жамбылда цемент өңдейтін завод ол баяғыдан, осы қанша жыл болды, Мойынқұм ауданында жұмыс жасап келе жатқан. Енді ол кісілер орната алмайды, қаржы тапшылығы деген енді бұл құлаққа кіретін әңгіме. Цемент заводтарына оның еш қатысы жоқ, тек қана мен айтып отқан бағанағы теплоэлектростанциялар жөнінде. Жылу электростанция жөнінде. Заводтарға қатысты айтып отырмын. Заводтарға қатысты нақты мағлұмат болса, былай более подробнее әрбір бойынша талдап, кім сізге сол бағанағы Жамбыл облысы бойынша берейік. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз. Тағы да қосымша сұрағым осы кассасқа байланысты. Осы жақында Жамбыл облысында жиын болды, ол жерге вице-министр келді. Соның мәселесі не болды, соңында шешілетін болды? Қандай нәрсе сіздердің министрліктен қандай шара қолданатын болдыңыздар? Жаңа оның алдында да бұл мәселені тағы да көтерілді ғой. Үкіметте ол туралы Склярмен қатысты сіздерде жиын болыпты. Ол туралы да ақпарат бізге келіп жатыр. Енді 400 миллиардты ол кісілер төлейтін болды ма, әлде төлемейтін болды ма? Соны кейін жаңағы, Нысанбаев мырза қазір соңына дейін қоя салайын, сұрағымды аяқтаған жоқпын. Сонымен жаңағы Тараздың қаланың маңындағы орналасқан қалдықтарды көшіретін болды ма? Жақсы. Біріншіден, бұл мәселе бойынша ешқандай жиын болған жоқ, себебі жиын болатын оның жөнінде жоқ, себебі бұл мәселені сот қарап жатыр. Біздің сол берілген бағанағы акті бойынша мынау фосфогипс сақтау номер 2 сақтау орнында нормативтен асу жөнінде біз соған байланысты 38 миллиард теңгеге айыппұл салынған болатын. Бүгінгі күні 4 декабрьде соттың шешімі күшіне енді. Себебі сот осы мәселені қарау кезінде бүкіл екі жақтың сол дәлелдерін қарай келе, соларды зерттей келе, өздері сол зерттеу жұмысын жүргізе келе, сол мына біздің сол бағанағы фосфогипстің жинау жеріндегі сол нормативтен тыс көп жиналған деген біздің берген актілерімізді қолдаған жоқ. Сол себептен 4 декабрьден соттың шешімі күшіне енді. Ал біз арғарай оны сотқа бермеу шешім қабылдадық. Себебі сол тергеу жұмысы жүрген кезде біздің де экология мамандары қатысып, сол шешіммен келістік. Ал енді
Оны бағанағы операцияға беру ол бізге міндет емес, ол бізге құқық. Сол себептен біз сол құқығымызды пайдалана отырып, сол бермеуге шешім қабылдадық. Енді біздің түсінгенімізше, яғни сол кісілерді Казфосфаттың құрылтайшыларын біздің мемлекет яғни қолдайтын болып отыр ғой. Сол айыппұлды сіздер өздеріңіз бір-бірлеріңізбен ақылдасып, соны төлетпеуге сіздер өздеріңіз қолдау көрсеттіңіздер ме сол кезде? Олай айтуға сіздің хақыңыз жоқ, себебі бұл соттың шешімі. Соттың шешімін егер сіз дұрыс демесеңіз, онда заңды түрде шағымдануға мүмкіншілігіңіз бар. Ал енді бағанағы басқа жерге жинау мәселесі туралы, Жамбыл қаласынан 51 шақырым жерде, біз 25 шақырым жерде 51 гектар жер берілген акиматтан. Қазір сол жерге көшіру мәселелерін қарап жатыр. Әрине экономикалық проблемалар туындап жатыр, бірақ біз екінші учаскеге қосымша тағы 30 метр биіктіктен 60-қа жеткізу проектісін қолдамадық. Сол себептен шешім қабылдау олардың қазір құқығында. Яғни Нығматуллинға шамамыз келмейді дейсіздер ғой, осыны аяқтаймыз ғой. Яғни Нығматуллинға шамамыз келмейді дейсіздер ғой. Олай сұрақ қоймаңыз, шама келді. Соттың шешімі бар, соны орындау біз міндеттіміз. Жақсы, рахмет. Мадина ханым, сізге ескерту жасап жатырмын, жақсы ма? Модератор тыңдасаңыз, себебі бұл жерде нақты регламент бар. Сізде екі сұрақ сұрадыңыз, иә? Талап етпейміз. Сұрағымызға нақты жауап алмағандықтан, біз сұрағымызды нақтылап жатқанымыздықтан сұрақ қойып жатырмыз. Жақсы, сіз екі сұрақ аяқтадыңыз осымен. Екінші сұрағым, үшінші сұрағыңыз. жыл бітті, ұлттық қордан қанша қаражат алынды? Осы жаз айында ұлттық қордан 2,7 триллион қаражат алынған болатын. Биыл жылдың соңы қанша қаражат қазір алдыңыздар? Біз ұлттық қордан 5,3 триллион теңге қаражат алдық. Қанша? 5,3. Қазір? Иә, түсімі қанша? Жалпы ұлттық қор алдында 6% болған, қазір түсім қанша? 6%-ға төмен болған. Ұлттық қорда бүгінгі таңда 33,26 триллион теңге, немесе ВВП-ның 24,63%-на сәйкес қаражат бар бүгінгі таңда. Жақсы, қайда жұмсалды сол қаражаттар? Қазіргі соңында 5,7 триллион алдыңыздар дедім. Қайда жұмсалды сол қаражаттар? Бұл экономиканың дамуына, жобаларға, әлеуметтік салаларға жұмсалды. Өңірлерге жіберуге де жұмсалды бұл қаражат. Нақты қай салаға көп жұмсалды? Әлеуметтікке ме, әлде экономикаға ма? Бізде әлеуметтік салаға 51%-дан артық әлеуметтік сала жұмсалды. 2024 жылдың 24 қазаны мен 13 қарашасы аралығында Каспий теңізі маңында Маңғыстау облысы Түпқараған ауданына қарасты жағалауда 1000-нан астам итбалықтың өлексесі табылды. 2024 жылдың 13 қарашасындағы дерек бойынша итбалықтардан ешқандай да бір жұқпалы аурулар анықталмаған. Енді тап осы ауданға қарасты аймақта шетелдік мұнай компанияларының жұмыс жасайтынын білеміз. Аталған жағдайға мұнай компанияларының қандай да бір қатысы бар ма? Аталған аудандағы экологиялық жағдай жөнінде тоқталып кетсеңіз. Сол борай мерзім кезінде сол 2000-дай итбалық өлігі табылды. Ал енді біз тарапымыздан, экология министрлігі тарапынан сол жердегі біздің экология департаментінің лабораториясы бүкіл анализдерді алды. Судың, ауаның, топырақтың ол жерде ешқандай өзгеріс байқалмаған, зияны бар. Ал енді ол жерге тағы да басқа ветеринарлар, Новосибирский институт гидробиологии, экологии, ветеринарная служба, тағы да ғылыми зерттеу учреждениялар алды. Біздің мағлұматымыз бойынша осы январ айында олар нәтижелерін, өздерінің бағанағы лабораторлық жұмыстарының нәтижелерін жариялайды. Соны күтейік. Біздің тарапымыздан, біздің көрсеткіштерімізде ешқандай бір келетін оларға зиян қиянат жоқ. Январ айында белгілі болады. Итбалықтардың қырылуы енді жыл сайын орын алып жатады. Бір жыл уақыттарда 10 000 итбалыққа дейін қырылған жағдайлар
тіркелді ғой. дей тұрғанмен де қандай да бір енді жұқпалы аурулар анықталмағаннан кейін бұл жерде экологиялық жағдай ма деген халықтың көкейінде сауал бар. Енді осыған байланысты нақтылай кетсем, Қазақстанда жұмыс жасаушы шетелдік компаниялар 24 жылы экологиялық залал келтірген қандай да бір компаниялар бар ма? Осы жөнінде экологиялық жағдайлар бойынша тоқтала кетсеңіз. Енді ол жерде бағана біз айтып жатырмыз ғой, Каспий шельфінде ол жерде жұмыс жүретін компаниялар бар. Дегенмен де бүгінгі күні мысалға ветеринария жағынан жедел оператив түрде өткізген өздерінің зерттеу бойынша мынау бағанағы чума дейміз, басқа да құс ауруы, птичий грипп, құс грипп сияқтылар анықталмады. Енді әртүрлі болжамалар бар. Мысалға сол жердегі техногенный мынау характері бар жер сілкіну мүмкін деген, соның кесірінен газ шығуы мүмкін деп. Бірақ енді тағы айтарым, январь айында нақты біз бұған жауап аламыз. Сол себептен соны күтейік. Әзір оны болжамалауға әртүрлі жағдайды айтуға болады, бірақ нақты нәтижесін күтейік. Екінші сұрағыңыз. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғындары көп уақыттан бері Маралдың экологиялық жағдайына байланысты көптеген сауалдарды көтеріп жүр. Экологиялық апатқа дейін апаруы мүмкін деген қорқынышта екен ауылдың тұрғындары. Бүгінгі таңда аталған ауылдың азаматшалары президентке дейін хат жолдаған. Ол жерде өзіңіз білетіндей алтын өнеркәсібі фабрикаттар жұмыс жасап жатыр ол жерде. Ал ол өндіріске қолданатын химиялық қышқылдың салдарынан өңірде үлкен экологиялық апат болуы мүмкін деп дабыл қағып жатыр. Аталған мәселе жөнінде айта кетсеңіз. Бұл сұраққа біз неше рет жауап бердік. Мысалға, бүгінгі күні олардың бізден өткен проектілері жалпы ешқандай экологияға өзінің теріс әсерін тигізу мүмкін емес деген біз мысалға өзіміз бағана экологиялық рұқсатты осыдан 1 жыл жарым бұрын берген. Сонау 23-тің басында. Сол себептен бұны бұлай тек айтып, не дейді, біреу айтты деп, ол зиян деп айтуға болмайды. Нақты технология бүгін қолданып отқан, бұл озық технология есептеледі дүние жүзінде. Сол себептен біздің мамандар, тиесілі мамандар бұған оң өзінің сараптамасын берді. Яғни министр ретінде Маралды ауылының тұрғындарының даурығы жөнсіз, ешқандай дәйексіз дегіңіз келе ме? Жоқ, олардың қолында лаборатория жоқ қой. Енді ол жерде мысалға комитет, біздің орман шаруашылығы комитеті барып зерттеді, қаншама сирек кездесетін өсімдіктің түрі бар екен. Бүгінгі күнге ол жерде ешқандай бір өзгерістер көзге көрінді. Мысалға ғылыми түрде тұрғыда қарағандағы бір өзгерістер байқалмады. Ал енді технологияны тағы қайталайын, ол бүгінгі дүние жүзінде қолданатын мынау озық технологияның біріне жатады. Сол себептен 23 жылдың басында олар проектісіне оң экологиялық қорытынды алған.